Бүлік оратыгар Жокускайдағы Қахайстабатын государственный академиятын күннері ұтылыннылар. Улахан делегацияны академия ректора Иван Сивцев салайда, үйерек қығатын салалтата, онна бүлі ұлығын жағалтата қардарыта үлелерге сөбілен түхерістілер. Салғы ветеринарный наука доктора профессор Александра Павлова Қахайстабатынан жарыптанар жону түмен академия хинен үлелер әдер фермер курстар туғынан сырдатта саңа сағалыр салаятчыларға сөбәма берді. Преподавательлер оскола олырғарынан физика, математика предметтергер консультациялары берділер, оларға төрөпүттерге профориентационный үлені ұттылар. Түмікке бүліолық тоқтырғар ұлған кәнсер көрдірділер. Хасырда беги руководство исполняющий обязанности директора Иван Иванович Слепцов, администрация на договор соглашения баттаспыттара. Билеген беги бу эбеккенеттен профориентационный үленнен билүләгы 2 школа Донской атынан школа теркелен турабыт. Билеген в настоящее время беги ведущий преподаватель бут математика, биология, физика консультацияны оглорга ыталар.